Бұл күні баспаналы болсам дейтін адам көп. Біреу үйді ақша жинап сатып алады, біреуге мұраға қалады, енді бірі түрлі жобаларға қатысып бағын сынайды. Қазір елде нұрлы жер бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Осыған дейін мыңдаған отбасы осы жобаға қатысып үйлі болған еді. Солардың қатарына қосылу үшін қайтпек керек, бүгін осы жөнінде айтып береміз. Елде баспанаға мұқтаж адамдар саны жыл сайын көбейіп жатыр. 2012 жылдағы дерек бұл. Ол кезде 150 мың адам үй кезегінде тұрған еді. Ал мынау былтырғы мәлімет. Үйлі болудан үміттілер саны 500 миллионнан асып кеткен. Сонда небәрі 8 жылда көрсеткіш 3,7 есеге көбейіп отыр. Үй кезегінде кімдер тұр дейсіз бе? Біз 8 санатты білеміз. Ең көбі мемлекеттік қызметкерлер мен бюджеттік сала мамандары. Сосын толық емес отбасылар тізімге жетім балаларды да қосқан. Кем бағал жандар да кем бағаланып жатқан жоқ. Бұл күні көп балалы отбасылар мен зейнеткерлер де үй кезегінде тұр. Билік бұқараның бас қайғысы болған баспана мәселесін нұрлы жер бағдарламасы арқылы шешіп жатыр. Бұл жоба бұрыннан бар, тек 2 жыл бұрын өзгеріс енгізілген. Енді үйлі болам дегендерді табысына қарай бөледі. Қал-қадірін ескерет, ондағысы ипотека төлейтін кезде қиналып қалмасын деген ой. Қазір мемлекеттік бағдарлама аясында табысы бір ең төменгі күнкөріс деңгейіне дейін немесе 34.302 теңгеге дейінгі отбасыларға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй ұсынылады. Бұл бағытты жергілікті әкімдіктер жүзеге асырады. Ол үшін Қазақстан Республика индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрлігі оларға республикалық бюджеттен қаражат беріледі. Жоспар бойынша жыл сайын 10 мың пәтер ел игілігіне беріледі. Жалдамалы пәтерлерді сатып алуға болмайды, яғни жеке адамдардың атына өтпейді. Бірақ мұндай үйлерде өмірінің соңына дейін тұруға болады. Тек әрбір 5 жыл сайын келісім шартты ұзартып отыру керек. Есте болсын, жалдамалы пәтер алу үшін алғашқы жарна төлемейсіз. Осы барлық өтініш тапсырған адамдардың арасында біз іріктеуді тұрғын үй кезегінде тұрған уақыты бойынша жүргіземіз. Яғни осы 285 пәтерге 1000 мысалы өтініш түсетін болса, кезекте ертерек тұрған адамдардың өтуге мүмкіншілігі көбірек болады. Кім кезекте бірінші тұр, соған яғни бірінші беріледі. Ол жерде бала саны есепке алынбайды ғой? Жоқ, бала саны есепке алынбайды. Бала саны тек қана отбасы, яғни көлемі, менің пәтердің көлеміне тікелей байланысты. Яғни біреуге 4 бөлмелі беру мүмкін, біреуге 3 бөлмелі беру мүмкін. Жалдамалы пәтерлерді осыған дейін сатып алуға болатын, бірақ ол жоба 2018 жылы тоқтап қалған. Сол уақытқа дейін 19 мың отбасы әлгі пәтерлерді өз атына аударып үлгерді. Қазір Бәйтерек холдингі тек мұғалімдер мен дәрігерлерге жеңілдік жасап отыр. Елде осы мамандық иелері ғана жалдамалы пәтерлерді жекешелендіре алады. Мұғалімдер мен дәрігерлерге арналған өзіміздің арнайы бағдарламамызды іске асырудамыз. Ал Қазақстан тұрғын үй компаниясы бастапқы жарнасыз 20 жылға дейін сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үйді ұсынады. Бұл бойынша білім және денсаулық сақтау министрліктері артынан орталық уәкілетті органдар тұрғын үйге мұқтаж қызметкерлерді тізімін қалыптастырады. Бүгінде жалпы сомасы 27 миллиард теңгеге 1800 пәтер сатып алуға шарттар жасалды. Жыл соңына дейін қосымша 500 пәтер сатып алынады деп жоспарлануда. Осы бағдарламаны Қазақстан тұрғын үй компаниясы мемлекеттік бюджеттің қатысуынсыз өз қаражат есебінен жүзеге асырады. Қаржыландырудың жалпы көлемі 40 миллиард теңге немесе 2300 пәтер құрайды. Аталған салалардың қызметкерлеріне баспана алуда қолайлы жағдай жасап, тұрғын үйді жеңілдікпен беру маңызды деп санаймын. Себебі балаларымыздың білімді әрі дені сау болу ұстаздар мен ақ халатты абзал жандардың қолында. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 2%-пен ипотека рәсімдеуге болады. Бақытты отбасына қатысып бақ сынауға мүмкіндігі бар. Бұл бағдарламаға тек көп балалы және толық емес отбасылар, сондай-ақ ерекше қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар қатыса алады, алайда олардың айлық табысы жан басына шаққанда 106 мың теңгеден аспауы керек. Биылғы жылы осы бақытты отбасы бағдарламасында мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға кішкене басымдық көрсетіліп отыр. Шынымен де бұл отбасылар мемлекет тарапынан қолдауды
қажет етеді. Өйткені бұл семьяларда жұмысқа тұру жағынан кішкене қиыншылықтар бар. Шығындары көбірек деп айтсақ болады. Өйткені дәрі-дәрмек алу қажет. Кейбір дәрі-дәрмектер болмай жатады. Жұмысқа тұру бойынша да көп қиыншылықтары бар. Сондықтан да осы топты мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, отбасымен қамтамасыз етуге ең бірінші осы топты қойғанымыз өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Биылғы жылы бұл бағдарлама бойынша мемлекет тарапынан бөлінген ақша бойынша 7500 адамды баспаналы қылуды жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта бақытты отбасы бағдарламасына қатысатындар саны бұдан да көп болуы мүмкін. Өйткені кейбір маман санаттардың тізімін кеңейткелі жатыр деп қалды. Алайда ол уақыттың еншісіндегі дүние. Бұл күні үлескерлердің мәселесі де ушығып тұр. Баспаналы болсам деген адамдардың ақшасын алып, ат ізін салмай кеткендер әлі де азайған жоқ. Соңғы 2 жылда уәдесінде тұрмаған 123 компания анықталған. Көп адам үлескер болу тәуекелге бару деп түсінеді. Үлескер болатын кезде нені ескеру керек, қандай құжаттарға баса мән беру қажет? Ең бірінші, әрине, бірінші сондай тапсырма үлескерлерге. Ол мекеменің тәжірибесі болу керек. Құрылыс мекеменің тәжірибесі болу керек. Егер ол тәжірибесі болса, бірнеше үй жаңағы салынса, онда сол мекемеге сенім артуға болады. Сенімге сенуге болады. Екінші мәселе жаңағы әлеуметтік жүйелерде, әлеуметтік жаңағы жерлерде сондай мекемелер ашық болу керек, белгілі болу керек, және басшылар белгілі болу керек. Сонда оларға сенуге болады. Үшінші мәселе әрине құжаттар дұрыс болу керек. Сараптама жаңағыдан өту керек, экспертизадан. Рабочий жобасы болу керек, жұмыс жобасы болу керек, ескі жобасы болу керек. Сондықтан мынау жерге құжат болу керек. Ақшасын төлеп, бірақ пәтеріне қол жеткізе алмай жүрген жандар елордада көп. Қала билігі 2 жылдан бері солардың мәселесін шешуге дейін қойып келеді. Биыл 21 тұрғын үй кешені қолданысқа берілді. 3000-ға жоқ үлескер баспаналы болды. Жыл соңына дейін тағы 30-дан астам үйдің құрылысын аяқтауды көздеп отыр. Нұр-Сұлтан қаласында құрылыс салушылардың уәде еткен тұрғын үйді ала алмаған 11000-ға жуық үлескер болды. Аталған нысандардың құрылысты аяқтау үшін әкімдік жанынан Елорда құрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі уәкілетті компаниясы құрылды. 2018-2019 жылдар біз оларға жалпы сомасы 40 миллион теңгеге жеңілдікті кредит бердік. Сондай-ақ өткен жылы оларға республика бюджеттен қосымша 38,5 миллиард теңге мөлшерінде нысаналы трансферт бөлінді. Жалпы алғанда бұл бағытқа Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі жауап береді. Бұл ретте біз кепілдік беру тетігін іске асырамыз. Ол үшін 2016 жылы тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуы туралы жаңа заң қабылданған. Заң аясында халықтан қаражат жинау үшін әкімдіктен рұқсаты немесе Қазақстан тұрғын үй компаниясы кепілдігі болуы қажет. Елордада үлескерлердің мәселесін алдағы 1-2 жылда толық шешу көзделген. Өзге өңірлердегі жағдай да біршама жақсарып қалды. Қазір елде банкке барып, есеп шот ашып, баспаналы болудың қамына кіріскендердің қарасы көбейіп келеді. 2 миллионға жоқ депозит ашылған, онда сақталған қаражат көлемі 1 триллион теңгеден асады. Мамандар бұл жақсы үрдіс дейді. Ай сайын ақша жинап жүрген жандардың шаңырақ жобасына қатысып, бағын сынауына мүмкіндігі бар. 5-10-20 бағдарламасы өткен жылы мемлекет басшысының тапсырмасымен іске қосылған. Қарыздар жылдық 5%-бен, бастапқы жарнасы 10%-дан бастап 20 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Бүгінде 98,5 миллиард теңгеге 8000-ға жуық қарыз берілді. Жыл соңына дейін 210 миллиард теңге игеріледі деп күтуде. Нұрлы жер бағдарламасы 2025 жылға дейін қарастырылған. Бірақ елде пәтер кезегінде тұрған адамдардың саны азаймай, жобаны қаржыландыру тоқтамайтын сынды. Өйткені бағдарламаның әу бастағы мақсаты да осы еді. Тұрмысын тіктей алмай жүрген жандар қашан үйлі болғанша Нұрлы жер бағдарламасы сол уақытқа дейін жалғаса береді.
Ебін тапқан адамға ендігі кезде үйлі болу үйдей мәселе болмаса керекті. Нұрлы жер бағдарламасы жалғаса береді, әлгінде білдіңіз, бірнеше бағытты қамтиды. Бағдарламаның шарттары күрделі емес, талпынған адам талаптарын орындай алады.